Міне осылайша осы иман болған жерде дұшпандық қаншалықты дәрежеде жасалса да, бұл Құранның жолын бөгеуге, пайғамбарымыздың жолын бөгеуге, олар ештеңке бітіре алмайды. Еш нәрсе бітіре алмайды. Осының өзіне сене білу. Аллаға сену бір, құрметті жамағат. Алланың уәдесіне сену екі. Алланың уәдесіне, сертіне, жаңағындай жағдайларда сене алмаса, адам мысалы айтайық. Ол ана иманның алға жаңағы Алланың жалғыздығына сену деген нәрсең көмектеспей қалады сынақтың кезінде. Алланың уәдесіне сену деген нәрсе бар. Алланың істеп атқан заңдылығы хақ, дұрыс, осылай болу керек деген нәрсе бар да. Олар дұшпандық жасайды, әртүрлі сұрақтарды кеп қоя берулері, неге періште түспейді, неге сенің сарайың болмайды, неге аспаннан кітап түспейді, неге осылай болмайды деген сөздердің барлығы бұл мазасын кетіру пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Ешбіреуі ақиқатты іздеп отқан жоқ. Міне осылай олар дұшпандықтарын қоймайды. Дұшпандықтарын жасай береді. Сол кезде мұсылман жағы нәрсені біл дейді. Адасуға тиістілер ғана адасады. Анғам сүресінде Алла Тағала мынандай бір әдемі аятын түсіреді. Пайғамбарымыздың жүрегіне, мұсылмандардың жүрегіне тыныштық береді. Мысалы, мынандай ой болуы мүмкін. Егер де олар бір мұғжизаларды көрсе, бәлкім иман келтіріп кетеді. Алла Тағала айтады, иман келтірмейді дейді. Осыған сене аласыз ба? Осыған сене алмасаң да проблема болады. Алла біледі не істеп жатқанын, соған сене білу керекпіз да біз. Мысалы Анғам сүресінде айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лау аннана наззална илейхимул малаика. Жақсы, періштелерді сұрады. Ей пайғамбар деп сөйлесіп отыр пайғамбарымыз. Пайғамбарымыздың қасындағы сахабалар да тыңдап отыр. Егер де біз бұларға періштелерді түсірсек дейді. Ва калламахумул маута. Сондай-ақ анау қабірдегі өлілерді тірілтіп сөйлеттірсек. Ва хашарна алейхим кулля шейин қубула. Күллі нәрсені, көздермен әлі көрмеген нәрселерді көз алдарына әкеп жинап әкелсек те, мә кану лиюмину. Иман келтірмейді дейлер бәрібір. Сондықтан адамның қоя беретін сұрақтарында жауап бере беруді қойыңдар дейді. Шындықты іздеп жатқан адам басқа нәрсе ол. Ойна деген сөйлей берсе, нау не, нау қалай деп сұрай берген нәрсен тұрып кете бер, керек жоқ жауап бере берді. Керек жоқ, адамның көңіл қалуларымен, ондай нәрселермен басыңды қатырып. Не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, періштелерді жинап әкелейік. Күллі нәрсені көз алдарына жинап алып келсек те, көздермен көрмеген, өлілерді қабірлерден тұрғызып сөйлеттірсек те, Алла қаламайынша иман келтірмейді дейді олар бәрібір. Валакинна аксарахум яжхалун. Олардың басым көпшілігі дейді, білімсіз, мына Құранда түскен білімді мүлде қабылдамайды дейді. Бұл заңдылық, ей пайғамбар, қанағаттан осы нәрсеге. Ва казалика жағална ликулли набийин адуан дейді. О жақта да осылайша әрбір пайғамбарға дұшпан жасағанбыз. Дұшпан жасағанбыз дегені жақсылықты да жамандықты да мен жаратқам дейді Алла Тағала. Кім жамандықты қалады, сол жақсылықты қалаған адамдарға дұшпан болады дейді. Заңдылық өзі сондай. Шаятин ал-инси вал джинни. Күллі пайғамбарға қай заманда болмасын дұшпан жасағанбыз дейді сондай. Міне. Міндетті түрде дұшпандық деген нәрсе болады. Заңдылығын көрсетіп отыр Алла Тағала. Адамдар мен жындардың шайтандарынан болады дейді олар. Юхи ба'духум иля ба'дин зухруфал қаули ғарура. Біз бір-бірлеріне сондай жоспарларды жаңағы көкейлеріне салып отырады дейді. Не істейміз? Наны сиқыр деп келтірейік те, Құранның жолын қалай бөгейміз? Көрдіңіз ғой. Иудейлер де сол. Мұсылмандарды қалай бөліп жіберсек болады? Қалай бөліп тастасақ болады бұларды? Ешқашан қосылмайтын, бірікпейтін бұлар. Сөйтіп сырттағы намазға келейін деп жүрген адамдар бұлардан шошып кететіндей. Не істеп жүрсек болады бұларды бөлуге? Қалай істесек? Осылай жүреді дейді олар. Міне. Не істесек екен, қалай істесек екен дегендей нәрселер. Қандай бір кино шығарып жіберсек бұларды бұзып жіберетін. Құраннан алаңдататын қандай кадрлар шығарсақ бұларға, сол нәрсеге қызыға Құраннан адасып кететін. Осындай нәрселерді бір-бірлеріне әрдайым өтірік нәрселерді, өтірік сөздерді әсемдеп, әртүрлі сөздермен
бір-бірлеріне осы нәрселерді жоспарлап, көкейлеріне салып, соны жүреді дейді олар. Сосын да қағидан айтады. «Уәләу шәә раббука ма фәғалу». Ей пайғамбар, егер Раббың қаласа еді, яғни мен қаласам еді дейді Алла Тағала, олар бұны істемес еді дейді. Бірақ мен жол берем дейді. Ол исламның жәрдеміне, жаңағыдай жеңісіне болсын, сенің ісіңнің аяғына дейін жететін күніне ешқандай зиян жасай алмайды дейді ол. Тек мұсылмандар қорқуы мүмкін. Жеңіс болып қалмай ма, жеңіс болмай қала ма депті. Ол дым бітірмейді дейді ол. Ол тек қана топырлап, көбейіп жатса да олар, ол сол тозаққа кететін санды дізіп жатырмын дейді, мен жинап алып жатырмын дейді. Мен білем дейді не істеп жатқанымды. Мен қаласам еді, бұлар мұндай қарсылықты жасамас еді дейді Құранға. Саған қарсы келген күні жоқ қылып жібере салар едім дейді Алла Тағала. Бірақ ондай нәрсені қаламадым мен. Олар жүру керек сенің қасыңда. Иманы солай пісу керек. Бір ортада, бір қоғамда жүру керек. Солай қайралу керек иман. Сондықтан мен басқаша қалап отырмын дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ғой. Фәзәрхум ма яфтарун. Пайғамбар, қоя сал оларды дейді. Қараңыз қалай оп-оңай сөйлейді. Қоя сал оларды, және ойдан шығарып жүрген өтіріктерін бұқаралық ақпаратқа. Қоя сал. Енді олар сөйлей беретін болса, адамдардың көбісі адасып кетеді ғой онда дейміз біз. Алла Тағала айтады, мен соны қалап тұрмын ғой дейді. Ақыретке иман келтірмейтіндердің барлығы сол сөзге қарай үйір болып, жинала берулерін со жаққа қарай. Заңдылықты көрдіңіз ба? Кім адасуға тиісті, сол адасады. Сол Алладан әрдайым сыйынып жүру керек. Ей Алла, кейбір ойларымда да мен адасып кетіп жүрмейін. Тура жолға салғаннан кейін ауытқып кетіп жүрмейін мен. Біздің уайымдайтын нәрсеміз сол. Өйткені Алла Тағаланың әдемі қағиданы қойған Мәида сүресінде. Я аyyuhallazina amanu alaykum anfusakum. Ей иман келтіргендер, сендер өздеріңе жауаптысыңдар дейді. Яғни жүректеріңе мен иман бергеннен кейін, сен сол иманға қара, күт ананы. Сен соған жауаптысың дейді. Ла ядуррукум ман долла иза ихтадайтум. Иннаны қараңыз. Не бір қоғамда діннен адастыратын не бір нәрселер пайда болса да. Неше түрлі кинолар ма, неше түрлі тағды басқа нәрселер ма, күнәлар ма, енді діннен азғырып жіберетіндей не бір нәрселер пайда болса да, сендерге зиян тигізе алмайды дейді ол. Егер өзің түзу болсаң дейді. Көрдіңіз бе қай жерден ұрды? Өзіңнің жүрегіңде ауру болмаса, кедергі жасай алмайды дейді ол саған. Ал егер өзіңнің жүрегіңде ауру болса, солар ұсынып атқан нәрсенің кейбіреуін жақсы көру тұрғысынан, онда міндетті түрде қуып кетеміз бізде. Жоғалтып аламыз бізге Алла Тағала берген нәрселерін. Сондықтан қай жерден көрсетіп жатыр? Сен өзің сау болсаң, сені бұзамайды дейді. Ал өзіңнің ішінде бірдеңке дұрыс болмаса, онда бұзып жібереді ол. Әйтеуір мұсылманға жаңа тәуба деген нәрсені берген Алла Тағала. Тәубасына келіп, қайтаран түзеліп, одан кейін мықты болып кетуі мүмкін мысалы. Сондықтан қателесу деген нәрсе, күнә жасап қою деген нәрсені Алла Тағала кешірімді қылды бұл үмбетке. Қателесіп қояды, күнә жасап қояды, тәубасына келеді, сосын тоқтайды. Ал мүлде күнәсіз деген нәрсе ол болмайды жердің бетінде.